Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен сосиска тесте рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы айранымызды, жылы суымызды және де жұмыртқамыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қалтырамыз. Дайын болған қамырымызға аз-аздан ұн себе отырып, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай домалақ пішінді формамен кесіп шығамыз. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін ортасына сосискамызды салып, екі шетін видеодағыдай етіп орап шығамыз. Кез келген сосиска түрін қолдансаңыздар болады. Мен осындай кішірек молочный сосиски қолдандым. Сіздер үлкен сосисканы 3 бөлікке бөліп қолдансаңыздар да болады. Орташа отта қызып тұрған майымызға қамырымызды салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Осы сосиска тестені жасауға кеңес беремін, себебі балалар қызығып, ұнатып тез жейді. Осымен біздің сосиска тестеміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады, әрі тез дайындалады. Барлықтарыңызға ас болсын.